Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ерекше әрі оңай тәсілде Наполеон тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Алдымен 4 жұмыртқаны жақсылап осылай араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Азғантай ұнды үстіне аз-аздан салып араластырып тұрамыз. Наполеон тортымыз оңай әрі тез дайын болады. Енді газ печкасының үстіне дайын сүтімізді төмен отта осылай қойып қоямыз. Үстіне құмшекер салып, жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне жұмыртқа мен ұнымызды араластырып алған алдын ала соны құйып, қосып тағы да араластыратын боламыз. Тоқтамай баяу отта араластырып тұрамыз. Біздің массамыз қоюланғанша осылай араластыратын боламыз. Енді осындай азғантай сары майды салып, тағы да араластырып аламыз. Біздің креміміз түбіне алып кетпес үшін баяу отта тоқтамай осылай араластырып тұру керек. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Енді осылай дайын тестаны алып 4 бұрышты етіп, жақсылап осылайша жайып аламыз. Енді осы видеодағыдай кесіп шығамыз. 4 бұрышты етіп кесіп шығатын боламыз. Міне дайындап кесіп алдық. Енді дайын листке салып, қызып тұрған печкада қызарғанша демде пісіп шығады. Тез-тез пісіріп алатын боламыз. Міне пісіп дайын болып шықты. Осылай күрсілдек болып, қап-қызыл болып пісіп шығады. Енді осылайша 2 бөлікке бөліп аламыз. Барлық пісіріп алған қамырымызды осылай 2 бөліктерге бөліп аламыз. Шұңқырлау үлкен ыдысқа салып. Азғантай шетке тағы да алып қоямыз. Майдалап дайын болғаннан кейін бетіне сүйіп шығуға сәндік үшін керек болады. Міне енді дайындап алған заварной кремімізді міне салқын жерде қойып, суытып, қойылтырып алдық. Суып дайын болып тұрған заварной кремді құйып осылай жақсылап араластырып аламыз. Барлық жеріне кремдер тиіп, қамырымыз жұмсақ болып, ерекше дәмі басқаша Наполеон торты болып шығады. Дайын қамырыңыз болса болды.
тортыңыз дайын. Енді осылай дайындап алған алдын ала форманы ішіне пакет қойып дайындап алдым. Жақсылап араластырып алған тортымызды салып, холодильникке қойып, мұздатып алдық. Енді осылай майдалап алған қамырды бетіне осылай сүйеп шығамыз. Сәндеп. Шеттеріне де осылай қолдарыңыздың көмегімен сүйеп шығасыздар. Ерекше дәмді, жұмсақ Наполеон тортымыз да дайын болып қалды міне. Міндетті түрде балдарыңызға жасап беріңіздер. Балдарыңызға да өздеріңізге де ұнауы сөзсіз. Міне кесілгенде де әдемі болып кесіліп шығады. Сіздерге де ас болсын. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет.